Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін сендермен презентацияны безендіруді үйренеміз. Ол үшін пуск, C-программы, Microsoft PowerPoint командасын басып, жаңа слайд құру үшін создать слайд командасын шертеміз. Мәзірлер қатарынан дизайн бөліміне барып, өзімізге ұнаған фондарды таңдайық. Ал енді осы фонымыздың стилін өзгертейік. Ол үшін стили фоны батырмасына барып, оның ішінен формат фона командасын таңдаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде 5 түрлі команда тұр. Яғни сплошная заливка, градиентная заливка, рисунок или текстура, узорная заливка, скрыть фоновые рисунки. Енді бұл жерден біз рисунок или текстура командасын таңдап, ішінде және мынандай фондар бар, бір фонды таңдайық. Екінші слайдымызды алып, градиентная заливкаға барайық. Оның ішінен біз түстерін өзгертуге болады. Ал соңғы слайдымыздың бұл жерге узорная заливка командасын таңдап көрейік. Яғни цветін өзгертуімізге болады. Немесе другие цветаның ішінен қалаған түсіңізді таңдап түске қосуымызға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің слайдтарымыз өзгерді. Яғни скрыть фоны болса, бізде фон жоғалып кетеді. Немесе қайттан қоюымызға болады. Және бізде ориентация слайда деген бар. Оның ішінен книжная немесе альбомная. Сіздерге қай структурада тұрған ұнаса, соны басып, слайдтарыңызды безендіруімізге болады. Міне оқушылар, бүгінгі сабағымыз осы. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңдар.